Елімізде осы аптада бірқатар кадрлық ауыс-түйістер болды. Білдей министрліктен бастап, облыс басшыларына дейін отырған орындарын босатты. Солардың бірі Маңғыстау облысын басқарған Нұрлан Ноғаев. Нұрлан Асқарұлы Маңғаз өлкеге барғаннан мәселеден көз ашпағаны жасырын емес. Әсіресе әлеуметтік проблемалар көп көтерілді. Су мен жылудың жоқтығы одан қала берді, тоқтың да жиі өшетіні ел аузында айтылып жүрді. Нұрлан Ноғаев облыс әкімі қызметінде 2 жыл 8 ай жұмыс істеді. Ол қандай мәселелерді шеше алды? Ал қай проблеманың күрмеуі шешілмей сол күйі қалды. Нұрлан Ноғаев 2021 жылы 7 қыркүйекте Маңғыстау облысының әкімі қызметіне тағайындалды. Бұл қызметте ол 3 жылға жуық жұмыс істеді. Дәлірек айтсақ 2 жыл 8 ай және 9 күн. Бұған дейін ол Қазақстанның энергетика министрі қызметін атқарған болатын. Нұрлан Асқарұлы Маңғыстау облысының әкімі болған кезінде еңбек жанжалдары және Маектегі апаттардан көз ашпады. Нұрлан Ноғаев халықпен кездесуден тартынбаған саясаткерлердің бірі. Әкімдіктің 3 жылында өңірдің экс-басшысы Маңғыстау облысының барлық аудандарын бірнеше рет аралады. Жалпы қалалар, аудандар мен ауылдардың тұрғындарымен 122 кездесу өткізіпті. 2022 жылы аймақтың ең көп талқыланған мәселесі ауыз су тапшылығы. Жыл бойы Нұрлан Ноғаев барлық күштер мен ресурстарды осы мәселені шешуге бағыттады. Атап айтқанда, Астрахань Маңғыстау су құбырын қайта жаңарту, Қаражанбас кен орнында жаңа тұщыландыру зауытын іске қосу, неміс-швед компаниялар тобымен теңіз суын тұщыландыру зауытын салу, сондай-ақ Фредум компаниясымен су тұщыту зауытының сорғы станциясы және сумен жабдықтау желілерін салу туралы меморандум жасасты. Облыс орталығында ауыз су, кәріз және жылу желілерін жаңарту жұмыстарын бастап берді. 2023 жылы экс-әкім Нұрлан Ноғаев Маектегі проблемаға ұрынды. Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты Маңғыстау аймағы үшін атқаратын рөлі зор нысан. Зауыт бүкіл пойызды тартатын алып локомотивке ұқсайды. Көптеген жылдар бойы тоз-тозы шығып жөндеу көрмеген энергокомбинат соңғы жылдары шала жұмыс жасай бастады. Сондықтан Ноғаев өзінің билігі кезінде бірінші болып комбинатты әкімдік балансына ауыстырды. Кейін республикалық қазынадан қыруар қаражат сұратып, Маектің қосалқы бөлшектерін ауыстыру жұмыстарын бастап берді. Ол жұмыстар кезең-кезеңімен әлі күнге дейін жасалып жатыр. Әлеуметтік проблема өңірде жиілеп кетті. Соның бірі тоқ көзінің жиі сөнуі. Электр энергиясы кесте бойынша беріле бастады. Нәтижесінде кен орындар мен кәсіпкерлік объектілер зардабын көрді. Маек жөндеу жұмыстарын жүргізуге ағымдағы жылы 9,4 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 6,8 миллиард теңгесі инвестициялық бағдарламасы шеңберінде және 2,6 миллиард теңге Маңғыстау облысы әкімдігі резервінің қаражатынан. Сондай-ақ президенттің тапсырмасы бойынша үкімет резервінен қажетті жабдықты сатып алуға қосымша 4,9 миллиард теңге бөлінді. Жоғарыда айтылғандай, Маекті мемлекеттік меншікке беру туралы шешім ұтымды болған сияқты. Себебі көбірек өкілеттіліктерге ие бола отырып, жергілікті комбинатқа ақша тарта алды. Нәтижесінде кәсіпорын мен инженерлік желілерді жаңғырта бастады. Ноғаевтың уақытында облыс орталығы мен аудан арасына қатынайтын автопарк жаңарды. Естеріңізде болса, 2022 жылдың қаңтар айындағы оқиғалар автомобиль иелерінің 90%-дан астамы жанармай құятын сұйытылған газ бағасының күрт өсуінен басталды. Жанармайдың бұл түріне жоғары сұраныс айтарлықтай қиындықтар туғызды. Сұйытылған газға жүктемені азайту үшін Ноғаев қоғамдық көлікті метанға ауыстыру туралы шешім қабылдады. 2023 жылдың қараша айында аймаққа метанмен жұмыс істейтін 30 жаңа автобус жеткізілді. Автобустарды отынмен қамтамасыз ету үшін облыстағы алғашқы метан газ станциясы пайдалануға берілді. Ноғаев соңғы уақытта қоғамда есірткі пайдаланушылар мен сатушыларға қарсы жұмыс жасап, заңсыз құрылыс жұмыстарымен айналысатын кәсіпкер сымақтарымен күресті. Ноғаев заңсыз құрылысқа қарсы күрестен басқа жер учаскелерін заңсыз беру жағдайына да назар аударды. Ноғаевтың кезінде бұқаралық ақпарат құралдарында Маңғыстауда жер учаскелері мемлекетке қайтарылып жатқаны туралы жаңалықтар жиі пайда бола бастады. 2023 жылы Маңғыстауда 3 жыл ішінде 3 миллион гектардан астам жер мемлекет меншігіне қайтарылғаны белгілі болды. Ноғаев санақ бойынша Маңғыстау облысының 11-ші әкімі. Ендігі тізгінді мемлекет басшысының жарлығымен Нұрдәулет Игілікұлы Қилыбай алды. Ол бүгінгі күнге дейін Өзенмұнайгаз компаниясын басқарған болатын. Ал Маңғыстау облысының экс-әкімі Нұрлан Ноғаевтың келесі қызметі қай жерде жалғасатыны жайлы әзірге ақпарат жоқ.